Барлықтарыңызға сәлем. Алдыңғы видеода мен сыр жасаған болатын. Соның сары суынан бүгін хворост пен печенье жасап көрсетемін. Өте дәмді әрі тез жасалады. Бізге сырдан қалған сары су немесе сүт керек болады. Оны газға жылытып аламыз. Ұнымызды жақсылап ситадан өткізіп аламыз. Үстіне жұмыртқа, тұз, сода, қант саламыз. Кішкене араластырамыз. Одан кейін сары суымызды немесе сүтімізді құйып, қамырымызды илейміз. Мен видеода көрсетуді ұмытып кетіппін. Тағы да қамырымызға сары май, яғни сливочное масло қосамыз. Сонда қамырларымыз жұмсақ болып шығады. Осындай әдемі тесті пайда болады. Бетін жауып, кішкене қойып қоямыз. Дайын болған тестамызды екі бөлікке бөлеміз. Біреуінен хворост, екіншісінен печенье дайындаймыз. Достар, егер де менің каналыма үлестеріңізді қосқыларыңыз келсе, лайк басып, комментарий жазып, парақшаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Парақшадағы қоңырау белгісін қосып қойыңыздар, сонда менің видеоларымды бірінші болып көріп отырасыздар. Оқтаудың көмегімен қатты қалың қылдырмай, қатты жұқа қылдырмай есеміз. Өзіңізге ұнайтын насатканың көмегімен осындай формада печенье жасап аламыз. Печеньеларымызды противеньге салып,
180 градуста кішкене қызарғанша пісіріп аламыз. Екінші тестамызды есіп осылай жайып аламыз. Одан кейін полоскаларға бөлеміз. Видеода көрсетілгендей осылай бөліктерге кесіп аламыз ұзынша етіп. Одан кейін орталарын пышақтың көмегімен тіліп аламыз. Сосын хворостарымызды жасаймыз. Газдың үстіне табада қызып тұрған майда екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Міне біздің печеньеларымыз, хворостарымыз дайын болды. Үстіне сахарная пудра сеуіп қойдым. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.